Ассалаумағалейкум ағай. Бүгін обзорда Honda Odyssey ақштықтарға арнап шығарған 3-ші поколениясы. Hit the boulevard and hit my dance. Everybody wanna be a boss, but they can't. But they motherfucking can't. I go over anything like ranch. Headed to my old hoes, bon voyage like I'm in France. Hey, now I eat hors d'oeuvres and get them served at my advance. Hey, fuck up on my face, please and thank you in advance. Hey, hey, I'm like, hey, yeah, you know the game. Ice all in my veins. Bitch, ain't nothing changed. I got money in the bank in a Roth IRA. Put the drinks on my tab and a bitch on my lap. And oh yeah, I go over anything like ranch. Facts. Think I want a yacht and a ranch. Yes. Hit the boulevard and hit my dance. Ал енді осы көліктің дизайнына келетін болсақ, Америкаға арнап шығарған. Енді түрі жалпақ кәдімгідей, база жоқ. Бой ала салау. Мен қасына келген кезде примерно менің бойыммен бірдей болып тұр ғой. Ең бірінші фарларын айта кетейік. Қазір 14-й пятнашка айдайтын жігіттер көріп отырған болса, американский стиль. Бұл дәл осы лампочканы жалпы көбісі қолдан салып алады. Орыс көліктерін айдайтын жігіттер. Енді фарларының іші қара болып жасалған заводтан. Әдемі, бірақ енді линзованный оптика емес, просто обычный лампочкалар. Ал енді қозғалтқышына келетін болсақ, мына жерде бірінші ашып тұрмын моторын. Мына қақпағы капотына келетін болсақ, мына жерінде ерекше бір тіреуіш бар, сосын сервисный держатель дейді, тіреуіш. Мына жерінде екіншісі бар. Былай да ашып қоюға болады. Қараңызшы, мына жерде дейтін қандай орын бар, мына жерде. Өзіңіз шығуға да ыңғайлы ғой бұл көлік дейді. Қозғалтқышы бәрі білетін шығар. Дәл осы машина тек қана 3.5 литрмен шығады объемы. Ат күшіне келетін болсақ, 3 түрлі ат күші болады. 240, 248 және 258. Енді коробкасы 5 сатылы, алдыңғы жетек, передний привод. Енді бұл көліктің индексі G35. Сосын айта кететін зат, жаңағы полный комплектациялары болады бұл көліктің, тауринг дейтін. Ол көлікте двигателінің системасы бір, басқашалау бір система қойылған. Полный комплектациясында A7 VSM дейтін система қойылған. Ол система бұл көлікке енді трассада қатты нагрузка түсірмей, шамамен 100, 110, 120-ның шамасымен айдайтын болсаңыз, бұл көлікте расход дейтін тым төмен болады. Жаңағы айтып отқан тауринг комплектациясында дәл осы көлікте емес. VSM дейтін система, ол жаңағындай нагрузка салмай келе жатырғанда көлікке. Двигателі 6 цилиндр ғой бұл жерде. 6 цилиндрдің 3-і или 2-і айырылып тастайды да, уже көлік дейтін 3 цилиндрмен келе жатырады. Почти мысалы қарағанда 4 цилиндр машина сияқты болып қалады ғой, былай айтқанда. Ал енді ағайын, машинаның жүрісін көрейік. Қаланың ішінде қалай екен. Ал енді ағайын, Honda Odyssey'дің рөліндеміз біздер. Бұл көлік жайында айтатын болсақ, Honda Odyssey дәл осы автокөлікті ақшқа арнап шығарған түрі бұл. Яғни Odyssey'дің 3-ші поколениясы бұл көлік 2004 жылдан 2010 жылға дейін шығарылды. Дәл осы поколение, 3-ші поколение деп айтылады. Енді бұл көліктің 2 түрлі варианты бар. Сыртқы нарыққа және ішкі нарыққа шығарған. Ішкі нарық дегеніміз енді жапондықтар тек өздеріне ғана арнап шығарған Honda Odyssey түрі бар. Мұна дәл осы қазіргі сол жақтағы руль өзімізге ыңғайлы, бәрімізге.
Осы американский жинақ, американдық жинақ. Бұл жерде енді спидометрде мильмен көрсетіледі, және километр часпен көрсетіледі. Бұл көлік, жалпы бұл көліктің ең бірінші тек өздеріне ғана арнап шығарған оң жақ рөлі болған. Екінші поколениядан бастап, уже сол жағында шығара бастап, ақш нарығына. Жалпы дәл осы көлікті айтатын болсақ, 2008 жылдан 2010 жылға дейін осының рестайлингі, бұл көлік до рестайлинг. ақшта 2008 жыл мен 2010 жылдың арасында ең көп сатылымда болған минивэн дәл осы Honda Odyssey. Енді өзімнің ощущениемді айтсам, былай енді руль әдемі ыңғайлы бұл көлік. Өзіме ұнап отыр. Спидометрлерде бір әдемі болып жасалған, заманауи деуге де болады. Енді қазіргілер енді уже цифровойға көшіп кетті ғой, бұлар енді отсталый болғанмен де бірақ әдемі да. Спидометрлердің тілдерінің өзі қып-қызыл. Әдемі эргономика. Спортивный машинге де ұқсап кетеді сияқты. Жалпы мына жерінде қол тіреуіші бар сиденькінің. Бұл көліктің әртүрлі комплектациялары болады. Ең ішінде мықтысы Touring дейтін комплектация. О да дәл осы машина енді средний комплектация дейді. Сиденькілері бәрі кожаный салон, есіктері электронный. Так, ары қарай. И водительге бәрі зат ыңғайлы жалпы. Іші де кең енді. Бірақ бір минусы бұл көліктің биіктігі ғой. Биіктігі енді аласалау. Бірақ жалпақтығынан көбісі енді дәл осы машинаны Toyota Sienna мен салыстырады. Sienna да осындай жалпақ, бірақ аласа бойы Alphardқа қарағанда. Alphardтың конкуренті примерно Honda Illusion болу керек. Енді ары қарай айтатын болсақ, мына жерде есікті ашатын кнопкалары электронный есіктер ғой бұл жерде. Екі есігінікі де осы жерде орналасқан. Және бұл көлікте люк бар. Люк енді панорамный емес. Көп минивэндерде енді екі люк болады. Бірақ көбісі алды ашылмайды, тек арты ашылатын болады. Бұл жерде енді водительге арналған. Осыны ашу болады, мына жерде кнопкасы бар. Руль, мультируль. Мына жерде круиз контрольде рульге қойылған болу керек. Так, енді бұл көлікті айдап келе жатырмын. Енді өзімнің ощущениемді айтатын болсам, өте жұмсақ екен. Дәл осының алдында жаңа Alphard айдап келдім. Alphardта жұмсақ, бірақ мынауда одан да жұмсақ деп айтсам қателеспейтін шығар. Енді ол покрышкаге де қарау мүмкін. Былай водительге ыңғайлы екен. Жайлы отырасың. Жалпы көлік өзі жайлы екен. Кішкене мына сиденькілерде жақындатып алсақ. Мына жерде қол қоятынына сол жақтікі де ыңғайлы, оң жақтікі де ыңғайлы екен. Трассаға шықсаң, мына көлік дейтін шашатпайтын сияқты. Мультимедиасына келетін болсақ, кәдімгідей. Ол кездегі машиналардың бәрі осындай отсталый сияқты. Енді мынау чересчур отсталый дейміз ба, қалай? Мына жерде бірақ енді AUX бар екен. Ол өте ыңғайлы. Көбісі ескі көліктерде AUX болмағандықтан модулятор қосып алады. Модулятордың өзі де қасыңнан басқа машина келіп тыңдап келе жатса, екеуі бірдей балына болса, оның өлеңі саған естіледі. Бұл мына көлікте қосылып жатқан өлең ар жақта естіледі. Сондай бір ыңғайсыз жағдай туғызады. Ал сосын тағы да екінші шешім бар. Ол енді бәрі білетін шығар, ятор дейтін құрылғы. Магнитофонға жалғанады артына. Сосын оған қазір флешкілер бар. Bluetooth флешкі. Соны
болса әдемі жақсы шығады. Енді мына жерде климат контрольға келетін болсақ, трехзонный климат контроль, 2 печка, артына және пассажир өзінің көлік градусында өзгерте алады бұл жерде. Артық пассажирлар және водительге. Әркім өзіне қалағанын қойып алады ғой. Бұл көлікте енді мына есіктері электронный. Мына кнопканы басатын болсақ, бер жағындағы есік ашылады. Ал отырып көрейік, Passat қалай екен. Енді өзімнің артында отырмын. Жалпы ыңғайлы, жақсы. Мына қол тіреуіштері де әдемі орналасқан екен. Қозғалтатын болсақ, артқа енді до конца сыртып шегіне жетіп, алға сыратын болсақ, ондай қатты көп қимылдамайды екен. Спинкалары жалпы ондай енді күшті не көріп тұрған жоқпын да, бірақ бұл көлік жалпақтығымен ұтып тұр ғой. Ал енді ары қарай үшінші рядқа өтейік. Мына жерде дейтін ыңғайсызы осы ғой, міне потолога аласа да, сол үшін ыңғайсыздау. Жалпы енді отырған кезде жақсы екен, бұл жерде ыңғайлы. Мына жерде аяқтарға арналған орын көп мына жерде. Подлокотник жоқ, мына қапталда біреуі бар. Бұл да әдемі. Мына жерде сушняк қоятындары екі жағында 2-2-ден. Алдының подстаканниктері мына қапталында орналасқан. Оны да көрсетіп кетейік. Подстаканнигі осындай. Жалпы енді артына өтетін жағдайда, енді ортасына өтіп жүрмеу үшін негізі мынандай ғой. Бір саусақтың күшімен сразу ысырылып тұр. Ол да жақсы жұмыс жасайды екен. Мына жерге мінетін болсаңыз, мынау кішкене ыңғайсыздау. Бірақ енді болады, біз сияқты кішкене арықтау адам болса, ірі адам болса, енді отыру қиындап кетеді. Дефлекторлері каждый пассажирға дәл мына потолокта орналасқан екен. Жақсы жасалған. Ал багажнине келетін болсақ, бұл жерде электронный да түрлері бар, жаңағы полный комплектацияларында. Мына жерде сиденька негізі жинау өте оңайда. Бірақ мына жерде енді жарық болмағасын көрінбей тұрған шығар. Жарықты қосайын. Газовое оборудование. Бізде енді Маңғыстауда почти 100% көлік десем де болады. 95% дейінші. Бәрі газбен ғой. Салоннан алды, сразу газ қояды. Мына жерде жалпы сиденька жинайтындары мынау ручка ғой. Мынаумен енді тартсаңыз, негізі мына жерге жиналу керек. Бұл жерге енді газ қойып тастағандықтан ол мүмкін емес. Үшінші мына рядты сиденькілері былай-былай жылжымайды. Минусы сол. Ал енді ходовойына келетін болсақ, подвескасы. Бұл жерде многорычажка дейді ғой. Рычагтар көп. Запчастьтарды енді қол жетімді, бірақ кішкене қымбаттау. Сосын көп таптыра бермейді. Заказбен қазір енді интернет бар. Запчастьті любой затты алдыртуға болады ғой. Бір аптада келеді көп болса. Машинаның сыртқы келбетіне айтатын болсақ, мына жерде басқа машинаның титанкілері салынған. BMW-ның тұр екен. Бірақ енді әдемі болып тұр бұның өзі. Люк. Бұлай машинаның түрі енді әдемі я. Келсем. Кейбірлер келіспейді шығар, енді өзіме ұнап тұр. Жалпақ. Кәдімгідей үлкен ғой мына. Мына жерде мысалы Camry тұр, Camry'дің қасында нәңгілдей болып тұр ғой мына көлік дейтін.
Ал енді соңына да келіп жеттік. Енді алдыңғы видеоларға қарап жатырмын, комментарийлер көп. Жазғаныңыздарыңызға рахмет бәріңізге де. Бірақ енді көбісі бізді сынап жатыр. Неге видео дұрыс түсірмейсіңіз, дайындық жоқ. Негатив көп жалпы да. Енді ағайын қатты сынамаңыздар біздерді. Біздер енді бұрыннан жасап келе жатқан жұмыс емес, жақында бастап жатырмық. Сол үшін енді бізге кішкене қолдау көрсетіп, кемшіліктерді айтқан дұрыс қой. Не дегенмен де бірақ қатты енді андай сөздер бар ішінде. Қандай сөздер екенін айтпай қояйын. Сіздермен болған Алмаз Естурганов. Каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер ағайын.